мектепте қызынып, бір қырманда қыдырып, бір отаннан от алып, бір ошаққа шоқ салып, бір қазаннан дәм татып, бір шешімге тоқталып, бір керуенмен қозғалып, бір сүрлеуді жол қылып, бір әулетті қол қылып, қол әскер деген мағынада, бір уысты мол қылып, бір жайлауда жасанып, бір қыстауда бусанып, бір көктеуде көгеріп, бір күзеуде керіліп, бір саяны саялап, бір-біріңді аялап, бір жағаны жағалап, бір сағаны қуалап, бір бақшаға бағбан боп, бір-біріңе қорған боп, бір тұтасқан орман боп, бір тізбекті арман боп, бір мақсатқа ұмтылып, бір жоспарды орындап, бір-біріңді жетелеп, 10 баланы мәпелеп, бір сенімге бек үйіп, бір сәждеге бас иіп, бір селфиге қалқиып, бір уақытты оздырып, бірге жүрген бір бақыт. 2019-ның қыркүйегінде жазылған жақын. Жаны жақын достарымның, ағайын туғанның арасында оқып қоям, ақын емеспін. Қабыл алыңыздар, бір бақыт осындай сан қырлы. Соған лайық болыңыздар, бақыт бастарыңызда қонақтап ұзақ тұратын болсын.